тұсымда сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған деп ақанға деген ілтипаты ашық айтқан Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, сонда дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тәтті әндерімен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Ілиястың поэмасында ақан өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса автор сол замандағы адамдар арасындағы көреалмаушылық сынды жағымсыз қасиеттің ел арасындағы әлеуметтік-қоғамдық мәселесін сырын бүкпесіз ашады. Толғану атты алғашқы тарауда ақынның осы мәселелерге деген жеке көзқарасы, елі жері жөніндегі ойлары жүрек төрінен тебіреніспен баяндалады. Құлагер поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асан көзілуін аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дейім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын Күреңбай тап басып айтады. Сонымен қатар ақын осы астағы әртүрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатынан бөленіп, ешбір арам ойсыз, алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін? Кекшіл батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын бас ауған жаққа кетіп қалады. Кекшіл батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын бас ауған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Осы бір поэма әлі күнге дейін шешімін таппаған әлеуметтік, қоғамдық мәселелерді көтеріп, оқырманды сансыз сұрақтардың жетегінде қалдырады. Соның бірі адамзат қашан оңалады деген сұрақ. Менің ойымша, адам баласы ақылға салса, ондай қатыгездікке жол бермес еді. Өкініштісі, батыраш сынды қара ниетті жандар бүгінгі таңда да көптеп кездеседі. Сондай адамдар біздің қоғамның ілгері дамуына кедергі келтіруде. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі ақан сері өмірінің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері, он қолынан өнер тамған шебер ақын Ілияс Жансүгіровтің халық ешқашанда ұмытпақ емес.